12 дария. Жаббар Хақ ғайыптан тағы да 12 дария жаратты. Оның біріншісі әділет дариясы, екіншісі ынсап дариясы, үшіншісі бауырмалдық, төртіншісі мейірім, бесіншісі бекзаттық, алтыншысы сұлулық, жетіншісі имандылық, сегізіншісі өнер дариясы, тоғызыншысы білім дариясы, 10-шы ұждан дариясы, 11-ші ізгілік, 12-ші шапағат дариясы. Пайғамбардың нұрын әр дарияға 1000 жылдан малындырып шомылдырды. Нұр дарияның ішінде тұрғанда әр демінде «Ла иляха илlallah» деп зікір айтып тұрды. Сөйтіп нұрды кемел дәрежеден ең кемел сатыға тағы да көтерді. Дариядағы барлық ізгілік пен парасат нұрға сіңіп толысты. Ол дариядан шыққан соң Құдай тағала 4 бұтақты бәйтерек жаратып, тауысты теректің үстіне салтанатпен қондырады. Оның басына ләулік тажын кигізіп, сол кезде нұр жаратушы иесіне тағзым етіп, 5 рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара 5 уақыт намаздың негізіне айналды. Толықсып тұрған нұрдан тіршіліктің барлық мүшесі жеке дара бөлініп шыға бастады. Алдымен тауыстың денесінен 124 000 тамшы үзіліп түсті. Олар сол мезетте 124 000 пайғамбардың рухына айналып шыға келді. Қалам мен лаухының жаралуы. Тауыстың оң көзінен 2 тамшы тамды. Одан лаухы мен қалам жаралды. Тәңірісі қаламға жаз деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны лаухыдағы тағдыр тақтасына тіздірді. Оған лаухы махфуз деп ат берді. Қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхаммед деп жазды. Қалам жазып болып, бұл кімнің есімі деді Жаббар Хақ. Ей, қалам әдепті бол, бұл есімді ерекше құрметпен айтуды бұйырамын. Мұхаммедтің нұры болмаса, сен жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып, махаббатыма суарылмас едің. Оған құрмет көрсет және салауат айт деді. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, 1000 жыл бойы қорқыныштан дірілдеп жаза алмай тұрып қалды. 1000 жылдан соң барып, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасына салауатты қосып жазды. Осыдан бастап Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың аты аталса, салауат қоса жолданатын парызы шықты. Сосын қаламға, әй қалам, барлық пайғамбардың үмбетінің болашақ тағдырын жаз деп бұйырды. Қалам жаза бастады. Тәңірі тағала айтты: бірінші адам пайғамбардың үмбетінен бастап жаз. Кімде-кім жақын бауырын сүйетін болса, оны жаннат бақшама кіргіземін. Ал малы үшін арын сатып, кісі баласының қанын төксе, тозаққа тастаймын. Нұхтың үмбетін жаз. Кім оның насихатын тыңдап, ар-ожданды биік ұстанса, пейіштен орын сайлаймын. Ал азғындыққа салынып, ар-иманын саудаға салса, тозағым дайын. Ыбырайымның үмбетін жаз. Кім оны мойындап, жомарттық пен қайырымдылыққа құмар болса, Кәусар бұлағынан қанып ішеді. Дүние қоңыздықтан жалған дін жасаса, тозақта ішкені у мен захар болады. Мұсаның үмбетін жаз. Кімде-кім пұтқа табынбай, Алланы бір деп біліп, надандықпен күресетін болса, жұмағыма кіргіземін. Егер ілімді аяқ асты таптап, зорлық-зомбылыққа үйір болса, тозаққа тамызық етемін. Ғайсаның үмбетін жаз. Кімде-кім жүрегін махаббатқа байласа, пақырлықтан қорықпаса, оны хорларым күтіп алады. Егер сатқындық пен алаяқтықты елге зорлап таңатын болса, жайы жаһаннамда болады деді. Осылайша барша пайғамбардың үмбетін жаздыра берді. 124 000 пайғамбардың үмбеті түгел жазылып болды. Соңғы кезек Мұхаммедтің үмбетіне келді. Қалам Алланың әмірін күтпестен, егер кімде-кім жүрегін таза ұстап, Құдайдың алдына кіршіксіз жүрекпен келсе, оны пейішпен қуантамын. Пайғамбардың қарабет үмбеті Алланың атын жамылып, адам өлтіретін болса, дінді бетперде етіп, қан төгетін болса, ар-намысты аяққа таптап, дінді былғайтын болса, тамұқтың түбіне тастаймын деп жаза бастап еді. Тәңірі тағала: ей қалам, деді әмірлі дауыспен. Қалам қорқып кетті.
«Ей қалам», деді тағы да нықтап, «асықпа, әдепті бол, бұлар әлемдердің рахымы болатын». Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті қалам өзінің әдепсіздік жасағанын түсінді. Алланың қаһарлы әмірінен қорқып кетіп екіге жарылды. Тағы да 2000 жыл бойы зәре-құты қалмай дірілдеп тұрды. Содан бастап қалам екіге жарылмаса жаза алмайтын қасиетке ие болды. Ол есін жиған соң, «Уа жасаған ем, не деп жазайын?» деді. Құдай тағала Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үмбеті ең қиын кезеңде өмір сүреді. Ол кезде дін ұстаған шоқ ұстағанмен бірдей болады. Ұстаса қолы күйеді, тастаса иманы кетеді. Ол заманда жерлер жақындайды, теңіздер тартылады, дәстүрі тәрк болады, дүние қоңыздық сәнге айналады. Бүкіл бұзық пен қызық жердің бетіне шығады. Дүние де бұрын-соңды болмаған әлем-жәлем қызыл-жасыл түрге енеді. Ол кезде уақыт 3 есе қысқарады. Адамдар құлшылыққа уақыт таппай қиналады. Мұндай шырғалаңнан діннің турасын тауып, әділдік үшін күресу екінің біріне нәсіп болмайды. Бірақ сонда да олардың арасында арды күзетіп, әділдікті түзететін дидар талап құлдарым болады. Олар мені сүйеді, мен оларды сүйемін. Табанды құлдарым момынға жұмсақ, қара ниет зұлымдарға қатал келеді. Елдің өсек аяғынан қорықпай, хақтың ілімін таратуға тырыса береді. Оларға пештен де бөлек артықша нығметім бар. Ол менің дидарым. Қияметте менің дидарымнан асқан қызық та нығмет те болмайды, деді. Қалам аса ілтипатпен жазып жатты. Заманның қыспағынан ғапылдыққа бой алдырған пайғамбардың үмметі көп болады. Оларға пайғамбардың шапағатшы нығметін нәсіп етемін. Себебі мен әділетті Құдаймын. Бірақ шарты сол, олар пайғамбарына салауат айтсын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің туған анасынан да артық жақсы көретін дәрежеге жетсін. Кешірім сұраса, тәубесін сол мезетте сүйіктім Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның құрметіне қабыл етемін, деді. Сол кезде болашақ үмбетінің қиын тағдырын біліп тұрған пайғамбардың нұры Алланың шапағат нығметін естігенде ерекше шаттанып, «Уа жаратқан, мен ризамын» деп емірене тіл қатқан екен.